Астанада бірлік күніне орай ерекше форматтағы ауқымды флеш-моб ұйымдастырылды. Қазақстан біздің ортақ үйіміз атты шараға 2000-ға жуық оқушы қатысты. Елордадағы өнер және музыка мектептерінің тәрбиеленушілері бір мезетте 10 түрлі музыкалық аспапта өнер көрсетті. Олардың қатарында домбыра, қобыз, жетіген, сондай-ақ скрипка, виолончель мен флейт сияқты аспаптар бар. Ұйымдастырушылардың айтуынша, биылғы флеш-моб бұрынғыдан өзгеше форматта өтті. Егер бұған дейін қатысушылар сахнада тікелей көрермен алдында өнер көрсетсе, бұл жолы арнайы түсірілім тобы шақырылып, оқушылардың өнері бейнетаспаға жазылды. Бұл бастама жас таланттардың шеберлігін кеңінен насихаттауға мүмкіндік береді. Қазақстан біздің ортақ үйіміз акциясы, ол дәстүрлі жыл сайын өткізілетін акция. Осы 1 мамыр мерекесіне орай алтын ұя күйін біз таңдау себебіміз, ұя деген сөздің мағынасы өзі үй, отан деген мағынаны білдіретін болғандықтан, осы Қазақстан елінде осы барша ұлттардың бір ұядай, бір уақытта бейбіт өмір сүріп жатқанын дәріптеу мақсатында осындай акция ұйымдастырдық. Менің көңіл-күйім өте жақсы. Бүгін біз осындай үлкен челленджға келіп отырмыз. Бұндай челленджда көптеген аспаптар ойнады. Осындай аспаптар ойнаған кезде көңіл-күй көтеріледі. Бұл мен алғашқы флешмоб челленджім емес. Осыған дейін де көп челлендждарда қатысқан болатынмын. Сол үшін ешқандай алаңсыз ойнап шықтық. Мен домбыраға 4 жылдан бастап қатысып жатырмын.